Мына бала-шаға сұрайды, көке, осы неге әулиелі жердің бәрінің айналасын раушан гүлмен көмкереді? Неге бұның иісі ерекше жұпар болады? Мұның қиссасы бар ма дейді. Бар дейміз. Әл-Қисса, мұның әңгімесі осы Миғраж сапарының алдында басталды дейді. Бір күні осылай пайғамбарымыз дұшпандарынан бір қорлық тартып, көңіліне бір тық түсіп, үйіне келіп шаршап жатыр еді дейді. Түннің ортасында біреу оятады, қараса көзін аша Жебірейіл, қасында пырақ аты бар. Ей, Құдайдың досы Мұхаммед, тұр орныңнан. Бүгін дұшпандарың сенің көңіліңе тық салды. Бұл мейірімді Алла тағала досын бұлай қорлатып қоя алмайды. Бүгін сені қонаққа шақырып отыр, тұр кеттік. Бүгін сен үшін Миғраж түні Алла тағалаға қонаққа барамыз деп айтты дейді. Содан не керек, жағдай періштелер түсті дейді. Осындай алтын леген шылапшын жәннаттан су әкеліп, жуындырып, шайындырып, әбден ғұсылдандырып, үстінің бәріне осындай оқалы шапанның бәрін кигізіп, прағатқа отырғызып, содан кетеді ғой, Бәйтіл Мұқаддасқа, Иерусалим жақтағы. Содан енді аспанды қақ жарып осылай ұшып баратқан кезде Мүбәрактың маңдайы осындай шым-шым терледі тағыны, бір тамшы тер маржандай болып домалап келді тағыны мына жерге тамды дейді. Сол Мүбәрактың тамшысы тиген жерден осы раушан гүлі өсіп шықты дейді. Кейіннен енді пайғамбарымыз дүниядан өтерінде үмбеттерін жинап алып айтты дейді, ей үмбетім, мен дүниядан өтем, егер мен сағынсаңдар, үйлерінің айналасына мынандай раушан гүлін егіңдер, мені сағынған кезде раушан гүлін иіскеңдер, сол кезде естеріңе түсем, бірақ ақысына маған бір салауат айтып қойыңдар деп айтты дейді. Содан бастап мұсылман жұрты Аллахумма салли әла Мұхаммадин ва ғала алихи ва асхабихи әжмаин деп салауат айтатыны содан екен дейді. Кейін бұл енді қазақ дәстүріне де сіңді, қазақ мәдениетіне де сіңді. Сондықтан өлең жыр тақпақтар бар. Жағы жайқалып өскен раушан гүл ғажап бір иісі аңқиды. Қолыңа жайлап алсаң бір елжіреп бойың балқиды дейді. Енді әрине бұл аңыздың анық қанығын бір Құдай өзі біледі. Тек бұрынғылардан жеткен әңгіме сөйдейді. Кейінгі ұрпақ, алдыңғы ағалар бізге бір өсті, өнегелі, есті әңгіме айтып қалдырмады деп ренжімесін деп аз кем сөз шығарып отырмыз әне.